Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен бірге өте дәмді қытырлақ болып шығатын чебіректің ең оңай рецептісімен бөлісемін. Міндетті жасап көріңіздер. Видеомды соңына дейін көріп, лайк басып қанама тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен жылы суға дәміне қарай тұз және пісе май қосып араластырамыз. Одан соң ұн қосып тығыз қамыр илейміз. Қамыр жұмсақ та болмау керек. Осындай қатылау тығыздықта қамыр дайын болды. Енді қамырдың бетін жауып, 15 минутқа демалдырып қоямыз. 15 минуттан кейін қамырды майда етіп көп бөлікке бөліп шығамыз. Мен видеодағыдай кішкентай етіп бөлгенмен жайғанда үлкен болып, чебіректер қатты да болып кетуі мүмкін. Егер сіздер чебіректер кішкентай болғанын қаласаңыздар, видеодағыдан да қамырды майда етіп бөлу керек болады. Кейіннен осылай барлығын дөңгелектеп шығамыз. Салмасын дайындаймыз. Салмасына мен піскен ет пен піскен картопты қосып жасадым. Үстіне дәміне қарай тұз, перецтер қосып араластырдым. Сіздер қалауларыңыз бойынша фарштан жасасаңыздар да болады. Ол үшін фаршқа пияз турап қосып, дәміне қарай тұз, перецтер қосып дайындайсыздар. Чебіректерді дайындап бастаймыз. Қамырды жұп-жұқа етіп жаямыз. Сонда чебірек піскен кезде қытырлақ дәмді болып шығады. Ішіне салмасын салып, видеодағыдай бүктеп, шетін пышақпен немесе осындай құралмен кесіп шығамыз. Осындай құралмен түзіліп шықсаңыздар, чебіректер піскенде әдемі көрінеді. Енді қызып тұрған майда чебіректерді қызартып, екі жағынан пісіріп аламыз.
Осымен қытырлақ өте дәм болып шығатын чебуректеріміз дайын. Жасап көруге кеңес беремін, міндетті түрде ұнайтынына сенімдімін. Егер видеом ұнаса лайк басып, барыма тіркеліп кетіңіздер. Сіздермен болған Нұрсұлу. Видеом соңына дейін қарағандарыңызға рахмет.